Сәлеметсіздер ме? Квадраттық функция бөлімі бойынша жиынтық бағалау есептерін талдаймыз. Бірінші есеп: функция берілген, параболаның төбесін табуымыз керек, параболаның симметрия осін табуымыз керек, OX осімен қиылысу нүктесін табуымыз керек, OY осімен қиылысу нүктесін табуымыз керек, функция графигінің эскизін салыңыз дейді. Мына жерге қарап отырып, біздің параболымыздың тармағы төменге қарайтынын көріп отырмыз. Біріншісі параболаның төбесін табу. Параболаның төбесі бұл жерде x 3-ке тең болады, y 12-ге тең болады. Мінекей 3-ке және 12-ге. Сонда параболаның төбесі 3-12. Парабола төбесі. Келесі, параболаның симметрия осі. X аламыз. X тең 3. Бұл симметрия осі. Қазір графигін салған кезде көресіздер. OX осімен қиылысу нүктесі. OX нүктесімен қиылысқан кезде y-іміз 0-ге тең болады. Сонда минус x минус 3-тің квадраты қосу 12 тең 0. Жерден жақшаны ашып жібереміз. Минус x квадрат минус 6x қосу 9 қосу 12 тең 0. Минус x квадрат плюс 6x минус 9 плюс 12 тең 0. Минус x квадрат плюс 6x плюс 3 тең 0. Минус 1-ге көбейтіп жіберемін. X квадрат минус 6x минус 3 тең 0. Так. Дискриминант табайын. 6-ның квадраты 36, минус 4, көбейту минус 3. 36, 12, 48-ді. 48-ден нақты түбір шықпайды. Сонда да x1, 2, 6, минус 16 көбейту 3 деп алсам, 4 түбір асты 3. 2-ке бөліп жіберсем, 3 азайту 2 түбір асты 3. x2-де 3 қосу 2 түбір асты 3 болады. Сонда OX осімен қиылысу нүктелері 3 минус 2 түбір асты 3-те 0 және 3 қосу 2 түбір асты 3-те 0. Екі нүктеде OX осімен қиылысады. OY осімен қиылысуы. OY осімен қиылысқан кезде біздің x-іміз 0-ге тең болады. Сонда y тең болады минус x-тің орнына 0 қоямыз. Минус 3, минус 3-тің квадраты 9. Бұлай жаза берейін. Минус 3-тің квадраты қосу 12. Минус 9 плюс 12, 3-ті. Сонда 0-де 3. 0-де 3 деген нүктеде қиып өтеді. Функцияның графигінің эскизін салыңыз дейді. Енді қазір графигін саламыз. Так, 3-те 12. Мен шамамен саламын. Сіздер сызғанда сызғышпен сызып әдемілеп салыңыздар. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12. 1, 2, 3. Так, 3-те 12 болды бізде төбесі. Параболаның төбесі. Симметрия осі осы бізде. Яғни осы түзуге қатысты симметриялы. Так, 3 минус 2 түбір асты 3-те 0. 3 қосу 2 түбір асты 3. Түбір асты 3-тен бізде 1,7 шығады. 1,7-ні 2-ке көбейтсек. 3,4. 3,4-ке 3 қоссам 6-ді. Шамамен 6, 7 деп аламын. 2, 3. 3 болса 4, 5, 6, 7. Дөңгелектеп 7 деп алайын. Сосын 3-тен алып тастаймыз, минус 0,4 болу керек. Мына жерде шамамен. Сосын OY осімен 0-де 3 нүктесінде қиылысады. Мына жер. Сонда параболаның бірінші тармағын мен салдым. Енді екінші тармағын салу үшін мына жердегі нүкте дәл осы мына жақ симметриялық көшуіміз керек. 3,4. Мынаны да сондай етіп алайық. Сонда 3 бірлікке, так, мына жерден жоғары шығам. 1, 2, 3, мына жерде.
Сонда екінші тармағы былай өтеді. Мына жерде жаңа 3,4, 3,4-ке 3 қосқанда 6,4-ті 7 деп ала алмайды екенбіз ғой. Мына жерде 6,4 деп шамамен мына жерде аламыз. Мінекей параболымыздың тармағы төмен қарайды. Салып шықтық. Екінші есеп. Функция берілген. f от 3, f от минус 5 функциясының мәндерін табуымыз керек. f от 3 тең болады. X-тің орнына 3 қойып шығамыз. Минус 3-тің квадраты, минус 3 қосу 12. Минус 9, минус 3 қосу 12, 0 болады. Келесі, минус 5 қоямыз. Минус 5-тің квадраты 25, минус, мұндағы минус пен плюс болып кетеді. Қосу 12 тең болады. Минус 25 плюс 5, минус 20, қосу 12 тең болады минус 8. Так, келесі. Функцияның графигі К-да 6 нүктесінен өтетіні белгілі болса, К-ны табыңыз дейді. Бұл жердегі К дегеніміз X. Яғни осы функцияның графигі. 6-ны Y-тің орнына қоямыз. 6 тең болады. Минус К квадрат, минус К плюс 12. К квадрат плюс К, мына жаққа шығарып отырмын барлығын, минус 6 тең 0. Келтірілген квадрат теңдеу, сондықтан ветпен де шығаруға болады. К1 мен К2-нің қосындысы минус 1, К1 мен К2-нің көбейтіндісі минус 6. Қандай сандарды көбейткенде 6 болады? 3 пен 2-ді. Так, минус 3 болады. Сонда К-ның мәні минус 3, К-ның мәні 2. Осы 2 мәнді қойған кезде, осы нүктеден, яғни минус 3-те 6 деген нүктеден өтеді, және 2-де 6 деген нүктеден өтеді екен. Үшінші есеп, жүргізушіге парабола тәріздес туннель арқылы өту қажет. Өлшем бірлігі метр, жүк машинасының биіктігі 7 метр, ал ені 4 метр. Бірінші, туннель формасын беретін квадраттық функцияны анықтаңыз. Мен мынандай формуласын жазып қойдым. Енді туннель формасын беретін квадраттық функцияны анықтайық. Мінекей. Туннель 4-те 0 нүктесі, минус 4-те 0 және 0-де 8 нүктелер арқылы өтеді. 0-де 8, минус 4-те 0, 4-те 0. Енді біз бұл жерден аны табуымыз керек. Так, жалпы параболының төбесін табу үшін бұлай жасайсыздар. Y тең болады A. Так, X-тің орнына қазір қоям. X азайту бізде 0 квадрат қосу 8. Яғни, параболының төбесіне қарап отырып жаздым. Ары қарай Y тең болады A. Мұнда X-тің өзі қалады. Квадрат қосу 8. Ары қарай. Так, Y тең болады. Мына бір нүктені алатын болсам, мысалы мына нүктені алайын. X-тің орнына 4 қоям, Y-тің орнына 0 қоям. 0 тең болады. A көбейту 16 қосу 8. 16A тең болады 8-ді мына жаққа шығарам минус 8. A тең болады минус 2-ден 1. Сонда Y тең минус 2-ден 1 X квадрат қосу 8. Бұл туннель формасын беретін квадраттық функция. Ары қарай, жүк машинасы осы туннельден өте алама. Жүк машинасының биіктігі 7 метр, ені 4 метр. Ені сыю мүмкін, енді бірақ биіктігін қараймыз. Так, яғни 7 үлкен болу керек. Мұна табатын қазір биіктіктен. H1 деп алайын. Осы H1-де табамыз. Так, бұны табу үшін 4-ті қойып көремін. Мұнда X-тің орнына. Минус 2-ден 1 көбейту 4-тің квадраты. Так, 4-тің квадратын алмаймыз бұлай.
2-де 2 деп өтетін болса, минус 2-де 2, да? Сонда 2-ні, немесе минус 2-ні алам, квадраттайын бәрібір 4 қосу 8 тең болады 6-ға. 6 ол 7-ден кіші болып тұр. Яғни біздің мына жерде өтетін бүйтіп фургонымыз, яғни жүк машинамыз тек қана 7 емес, мына жер мысалы 7 оған дейін сыймай қалады. Себебі мына жерде 6 шығып тұр, 6 7-ден кіші. Сонда біздің жүк машинамыз туннелден өте алмай қалады екен.